Құмшағал шағын аудандағы номер 19 мектептің жаңа ғимараты 3 қабаттан тұрады. Сыйымдылығы 300 орын, аумағы 3896 шаршы метрді құрайды. Материалдық техникалық база заманауи стандартқа сай жасақталған. Қазіргі міне 3 тілді дамытамыз деп отырмыз. Осының бәрі осы жерге қазір орналастырды. Бұл мектептің бір қасиеті жартылай қазақша, жартылай орысша болып отыр. Соған байланысты осы жерге осы мектеп қажет еді. Бұрынғы мектеп 50 жыл, 60 жыл болған мектеп еді, 3 ауысымда оқитын. Сол елбасының алдымызға қойған үлкен талабының арқасында бүгін 2 ауысымда 802 бала оқитын осындай мектеп соғылып жатыр. Жаңа мектепте қазір 67 маман жұмыс істейді. Мұнда білім беруші ұстазға да, тәлім алатын шәкіртке де керек жағдай жасалған. Білім беру мектепте 2 тілде жүргізіледі. Ғимаратта 21 бөлме, 110 орынды акт залы және 100 оқушыға арналған асхана бар. Сонымен қатар мультимедиалық және лингафондық бөлмелермен жабдықталған. Ал бұрынғы ескі ғимарат кезінде балабақша болып тұрғанда оны алдымен бастауыш, сосын негізгі мектеп болуына. Бүгінде баршаға есігін айқара ашқан білім ұясының бой көтеруіне саналы ғұмырының 45 жылын ардагер ұстаз Карима Исаеваның да еңбегі зор. Мінекей бүгін керемет, зәулім де үлкен мектепке кіріп отырмыз. Мына қасиетті тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерекесі қарсаңында бізге елбасының берген үлкен сыйлығы деп ойлаймын біздің Құмшағал ауылының оқушыларына. Талай жылдан бері жаңа мектептің бой көтеруін асыға күткен ата-аналар мен оқушылардың қуанышында шек жоқ. Солардың бірі Айшаттық Бектасова. Баласының жаңа мектепке жаңаша білім алатынына үміті зор. Мен осы ауылдың тұрғынымын. Осы мектепті ашып бергендерге рахмет. Қуаныштымыз. Бұрынғы мектебімізде сыныптар жетіспеуші еді. Қазір енді үлкен мектеп салынғанға қуанып жатырмыз. Аталмыш мектептен бөлек биыл облыстағы 4 ауданда 4 жаңа білім ошағы пайдалануға берілді. Айта кетейік, ағымдағы оқу жылы облыста 210 мың оқушы мектепке барса, оның 26 мыңнан астамы алғашқы мектепке табалдырығын аттағандар. Нұрон Асқар, Арман Сабыр, 7-7 Ньюс.